Айгүл Кемелбаева, жазушы, әдебиеттанушы, кинодраматург. 1965 жылы 21 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Құндызды ауылында дүниеге келген. 1982 жылы Қазақ орта мектебін бітіріп, 1984-87 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде оқыған. 1989-1994 жылдары Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтының проза бөлімін әдеби қызметкер мамандығы бойынша тәмамдаған. 1983 жылы Жалын баспасының республикалық жабық конкурсында балалар әдебиетіне арналған екінші жүлдені, 1997 жылы Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық мерейтойы құрметіне жарияланған шығармашылық конкурста 3-ші орынды, 1998 жылы Жастар одағы мен Журналистер одағының Баубек Бұлқышев атындағы сыйлығын иеленіп, 2000 жылы Сорос Қазақстан қорының қазіргі заманғы қазақстандық роман атты конкурсының жеңімпазы атанған. Баспасөзде 240-тан астам әдебиеттану мақалалары, эссе аудармалары жарық көрген. 7-ші құрлыққа саяхат, Тобылғы сай, Мұнара атты прозалық және Мәжнүн жүрек, сөз хикмет шығармаларының авторы. 2005 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы Мағжан Жұмабаевтың Шолпанның күнәсі әңгімесі бойынша түсірген Күнә атты фильмі, сонымен қатар Сұлтан Оразалин, Сүлеймен Есқараев, Жиембет жырау деректі фильмдері жазушының кино саласындағы кесек туындылары саналады. Оқушылар, енді барлығымыз осы тыңдалым мәтіні бойынша ой шақыру сұрақтарын дәптерімізге жеке орындаймыз.